негізі көп ақындар өзінің өлеңдерін жата алмайды екен, басқа ақындардың өлең жаттағанынша. Сол себепті ренжімесіздер енді кішкене қарап арасында айтып отырсын. Мен қыранмын, сермеген қанатын тым, ал қанатым қастерлі ана тілім. Тілім сынса ұшалман, ал ол барда белгілі биіктерді алатыным. Мен даламын, бабалар үні сіңген, тілім ауа, жұтамын уысыммен. Ұлан ғайыр кең байтақ болғаныммен, ана тілсіз бәрі құр, тынысым кем. Мен орманмын, саямын, жұртқа денмін. Бұл мысалда әрбір жан құптанермін. Тілім ағын мөлдір су, ал онсыз бірі қораған тал немесе құртқа жемін. Мен адаммын, ал тілім күнім менің. Шуақ төгіп тұрғанда түңілмедім. Түн тұмшалап мәңгіге қалар